Қазақ атамыз айтады, біреу мәз ішкеніне, жегеніне, біреу мәз төрде тұрған беделіне, асхана, әжетхана ортасында өткізген өміріңнің керегіне дейді. Сол айтпақшы, ауылымызда уақытында еңбегімен еленіп, елдің құрметіне бөленген жандар аз емес. Солардың көшбасшысы осы жерде отырған мынау Сейіт ағамыз, Балтабай ағамыз, Тұрлыбек ағайымыз. Тағы бір жаңа. Үлкен орта аға буын ағалардан кімде бар тағы? Уәлихан ағамыз, Қыдыр ағамыз осыларды ортаға шақырады. Мүтәл ағамыз бар тағы. Кәдік ортаға шығып, жақсы ауылдастарымызды, өздеріңіздің жақсы жеңістеріңізді білдіріп, ауылдастарыңызды мынау наурыз мерекесіне құттықтап, бір жерді ұстастарыңыз. Ататалмай қалған аға буын ағалар болса кесін бұны жерге ататалмай қалған. Қыдыр ағамызға бүгінгі ненің сыйдың алдын береміз ау, құда қаласа. Жөнде біз Құрметті қалайық, бүгінгі мынау халқымыздың мейрамы еліміздің құтты болсын, елдеріңіз сау болсын, жақсылықта болсын деп мейрамды жолда. Құрметті ағайындар, Құдай жекжатқа, туған туыс бауырлар, мына келе жатқан ұлыстың ұлығына құтты болсын. Алла тағала береке байлық берсін, денің саулығын берсін, ұлттың басы аман болсын. Әр уақытта ұлыстың күніне аман есен, бауырымыз бүтін, деніміз сау, аман есен жете берейік. Мерекелеріңіз құтты болсын. Рахмет Балтек, кәр жалғастырамыз. Мына арада тура үйде туған жоқ дейді, осы ауылдың, Жайылма ауылының көктеп көгеруіне, ынтымақ бірлігіне үлес қосып жүргендерді Асқарбек би отыр. Жайылма ауылының. Осы жігітті ортаға шақырамыз кісілермен. Құрметті меймандар, наурыз мерекелеріңіз құтты болсын, бала шағаларының мейірімді болсын, құдақта жұмысты алды болып жүре беріңіздер, мейрамдарыңыз құтты болсын, дастархандары мол болсын, сол үшін құттықтаймын. Көке, Есенбай ағай, шамал жақын тұрыңыз. Ассаламу алейкум, құрметті қонақтар, бүгін өткен мұсылман халқындарының үлкен мейрамы наурыз құтты болсын, ұлыстың ұлы күні құтты болсын. Осы күнде барлық жан жануар, адам баласы түгел жаңағы өріп, өсіп, көктемді қуанып, жаңа өмір басталып отыр. Құтты болсын, дендеріміз сау болсын, еліміз аман болсын, халқымыз аман болсын, бейбітшілік заман болсын, Алла сақтар. Мынау көп ауылдастар, ассалаумағалейкум. Мынау мейрамдарыңыз құтты болсын. Мынау бақ қайда барасын десе, ауызбіршілікке барам деген екен. Мынау біріншіде, мынау 83 жылға, 81 жылға мынау жігіттерге, ұйымдастырып жатқан жігіттерге рахмет. Мынау өзіміздің мына бесекен ауыл биіне де рахмет. Мынау наурызға жете берейік. Келесі жылғы наурызға жете берейік. Деніміз сау болсын, аманшылық болсын. Алла тағала жете беріп, өмір жасымыз ұзақ болып, Құдай қаласа, келесі жылдарда өсіп, столда күліп ойнап отыра берейік. Ассалаумағалейкум. Шүйін, аста, қолын аста. Бүгінгі мына наурыз мерекелеріңіз құтты болсын, Құдай қаласа. Мына құрмет күннен кеңескен күні. Құдай қаласа, наурызға аман есен жете беріңіздер. Ел аман тыныш болсын. Мына мерекелеріңіз құтты болсын. Осы жылы ұйымдастырып отқан 80-81 жылға мына жігіттерге үлкен алғысымды айтамын, келіндерге. Мына үлкен ағаларымызға бейсекең бастаған. Осы ағаларыма да рахмет. Осы бейсекеңді өзіммен үлгі тұтып жүремін, осындай болсам деп жүремін. Енді мен бір ұсынысым бар, мынау енді қариялар бүгінгі
жақсы бір ұсыныс тастапты. Ол кеше бастапты көріп отырмын, қариялар аз ақша шапан киіп келсіндер. Осы қариялар шапандарын ешқашан түспесін, Құдай қаласа. Шапан киіп жүріңіздер. Бұл біздің қазақ екенімізді білдіреді, Құдай қаласа. Сонда осы да дәріптеп жүрейік өзімізді. Құдай қаласа. Ал не дейміз, аманшылық болсын, деніміз сау болсын. Сол диқаншылыққа береке беріп, ауылымыз өсіп өргендей берсін. Осындай той барлық ауылға жұғысты бола берсін. Рахмет. Рахмет сіздерге. Мынау Құда қаласа балдардың жағдайына қарай көз жылып жатырмыз. Шапан шаттықтарыңыз келесі жыл болады деп сенеміз, Құда қаласа. Рахмет. Тілектеріңіз Алланың құлағына шалынсын. Қабыл болсын. Ал кезекті тағы да біздің мектебіміздің бүлдіршін жаңа 5-ші сынып қыздардың орындауында сахнада биші емес құс сияқты деп қыздарымыздың шабыт биін қабыл алыңыздар.